Есіңе мені алғайсың. Бұл есіміне ақиық, мұзбалақ ақын сөздері қосарлана жүретін Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығынан қалған өлең үзіндісі. Биыл 9 ақпанда лирик ақынның туғанына 94 жыл толды. Осыған орай Достық үйінің ана ұлағаты қоғамдық бірлестігі тіл жанашырлары мен өскелең ұрпақтың басын біріктіріп, әдеби сазды кеш ұйымдастырды. Айта кетейік, Ақжаулықты әжелері мен аналар бірлестігі биыл алғаш рет бұл шараны жаңа төрайымның жетекшілігімен өткізіп отыр. Бүгінгі кешімізге арнайы адақты әжелерді шақырдық. Содан кейін оқушыларды әр мектептен 26-шы, 2-ші, 22-ші, 26-шы, 18-ші мектептен оқушыларды ұстаздармен бірге шақырдық. Енді содан кейін библиотекадан келді, кітапханадан келді. Оқушыларға ақынға деген өлеңдер арқылы тәлім тәрбие беру. Сол тәрбиені осы балалар осы ақынның поэзия арқылы өздеріне діни мүшелеріне баулса деп ойлаймыз біз. Әдеби кеш барысында Мұқағали шығармаларының жастарға берер пайдасы жайлы кеңінен насихатталып, ақынның өмірінен деректер келтірілді. Құрметті қонақ ретінде шақырылған тіл жанашырлары, Екібастұздың құрметті азаматтары да ақын жайлы бөлісер ойларын жастарға құлақ қағыс ретінде таласа білдіріп жатты. Өзінің болмысымен, түрімен, еңгезердей бойымен халқынан биік тұрмай, төмен тұрып, халқының жүрегін түсіне білген, халқының ойын халыққа жеткізе білген дарынды ақын бүкіл халықтың жүрегінен орын алды. Сол ақынның көптеген өлең жырлары қарттарға арналған, жастарға арналған, махаббат жыры, халықтың батырларына арналған өлеңдері жүрегінен шыққан. Бүгін жастарымыздың аузында болса екен дейміз. Жастар жаттап өссе екен дейміз. Әрбір ақыннан алған жыр толғаулар оқушыларымыздың санасын, ұлттық психологиясын, тілін, дінін, ділін қасиеттеп қастерлеуге тәрбиелесе екен дейміз. Ұлағатты ақынның творчествосы халық жүрегінен орын алып, әркез айтыла берсін, әндері шырқала берсін. Жырларынан от көрем лапылдаған, құрыш көрем қайнаған сақылдаған, сарқыраған дария елестейді, кемеріне сыймай тасып лақылдаған. Өлең жазған бәрі ақын саналар ма, сөз асылын тереңнен табалар ма, Мұқағали ақындай ұлдары бар, қазақ мұнша бақытты жаралар ма дей отырып, бүгінгі әнмен, жырмен өрнектелген осы тамаша мерекелі күн баршаңызға құтты болсын деймін. Мұқағали ақынның өлеңдері, жырлары, әндері әрбір қазақтың жүрегінен орын алып, мына жерде отырған жас ұрпақтың жүрегіне мәңгілік ұяласын деген тілек айтқым келеді. Кеш тақырыбына арқау болған Есіңе мені алғайсың әнін орындаған ана ұлағатының асыл әжелерінің өнері де көпті тебірентпей қоймады. Шараға арнайы шақырту алған Екібастұздағы қазақ тілді мектептердің жоғары сынып оқушылары да құралақан емес. Оларда ақынның қаламынан туған өлең мен поэзияларына жан бітіре, тебірене оқып, біріне-бірі дес бермеді. Арасында өздері шығарған авторлық жыр шумақтарын да көрерменге паш еткендері де болды. Ақын аға, сыр айтамын, білмеймін, қуантамын, мұнайтамын. Әйтсе де бүгін сізге сыр айтамын. Мен сізді танып өстім бала кезден, жаныма ләззат алып өлең сөзден. Сол өлеңнің құдіретіне бас айналып, поэзия әлемін оймен кезгем. Құс боп ұшып жоғалсам не етер едім? Сені іздеумен мәңгілік өтер едім.
Отқа түсіп өртенсем, не етер едім? Күл боп бірге артынан кетер едім. Бұлдырасам сағымдай, не етер едім? Жел боп қуып, ақыры жетер едім. Қайға келсем басына, не етер едім? Қойшы сөйлем, бәрін де көтерем. Бақыт деген не өзі деп, бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса кәр тойлау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Кеш соңында ұйымдастырушылар атынан мәнерлеп оқыған оқушылардың баршасына алғыс хаттар үлестірілді. Ал қоғамдық бірлестік мүшелері алдағы наурыз айында болатын мерекелік күндерге дайындықтарын бастап, тың әрі ерекше жобалар жоспарда екенін атап өтті.